Яндекспен. 15 минуттан келет деп тұр. Бүйтіп қарап тұрсыз. Ана адам сұрайды сізден. Такси қашан келет дейсің. Картаны қарайсың да 15 минутта келет дейсің. Сен ана жер айтпайды жарсың, ә? Немене сен болашақты білетін бір құдай ғана. Немене сен ширк бағанағындай құдайға не қосып атсың деген секілді. Ол просто точный келетін сен білесің. Бағанағы самолеттің да оның бір есептелінген дүние. Сондықтан болу мүмкін событиялар тізімі біз оны сеземіз. Одан кейінгі нәрсе. Міне, болу мүмкін события. Қандай да бір ақпарат. Сіз ойлайсыз ба? Тың идея, якобы, мына әлемде сіздің ғана басыңызға келеді деп. Жоқ, олай емес, интернет секілді ғой. Дұрыс іздей алатын болса, менің сайтыма бәрін кіресіздер. Ссылкамен кіретін болсаңыздар. Сол секілді болуы бағанағы алу керек ақпараттар, это тың идеялар, тың решениялар, андай мындай, оның барлығы бүйтіп қалқып жүр инфополяда. Біз тұрамыз да, озарение дейміз. Түсінесіз ба? Әңгіме сонда. Любой айтыскер ақындық бараңызда айтысқа шығады, айтып алады да, мынаны қалай айт десе білмеймін дейді. Құдай бағанағандай аузыма сөз салды ғой дейді. Ол солай кете береді, бүйтіп қанша тез ойласаң да сен үлгере алмайсың, ұйқастанып, дала қалашана бала деп миың оған жетпейді. Потому что сен анау артизммен халықтың махаббатын алуың керексің. Еще домба тарту керексің. Еще одновременно миыңда сан есепте отыру деген ол страшно. Это невозможный элемент. Қанша жерден миың быстро есептесе. Поняли? Әңгіме сонда. Логика сізді А точкасынан Б точкасына апарады, интуиция әлемнің қай жағына барғың келеді, сояққа апарады ғой. Любой арманға. Главный, соған не керек? Бізге доступ керек. Болу мүмкін ақпарат. Одан кейінгі нәрсе не? Қолдау. Конечно, Құдайдың қолдауы. Құдайдың қолдауы. Енді, еще мынаяқта адам деп қойыншы. Адамды оқу, адамның ойын оқу және адамға ойды передавать ету. Это как происходит? Бағана мен айтқан гиф офис, мына жерде тұр, еңбек примерно, сәл төменірек, міне. Мына сіздің басыңыз. Мына былайнан, мына сіздің миыңыз бүйтіп кетеді. Сөйтіп кетті, екі аяқ кетеді. Мына екі қолыңыз кетеді. Түсінікті ғой? Енді жүрегің қай жақта, сол жаққа, атасының бас жүрек, сол жақта жүрек центрда тұрады. Просто оның еті көп жақ, солға қарай бөлінгеннен кейін жүрек сол жақта дейміз біз. Центрда жүрек тұр міне. Поняли? И центрда не тұр? Мынаяқта мужской мүше или женский мүше тұрады. Не? Енді бала жаралған уақытта ең бірінші не жаралады? Бала жаралған уақытта ең бірінші сүйектің ішінде мына жердегі біз білетін құймышақ жаралады. Құймышақ жаралады да жайлап артқысы миға ауысып кете салады. Енді мынау біздің бұлай кетеді. Санамыз тұр, неміз тұр деген секілді. Бұлай бізде баспен қосқанда 7 энергетикалық точка болады. Оның атын біз чакра дейміз. Қытайларға салатын болсақ, ци энергиясы дейді. А біздің қазақ оны дем салу дейді. Дем дегеніміз не? Энергия. Дем алу, энергия алу, дем алыс.
кітап жаттап алып, бір крутой сөздерді істеп алып, бір тау. Ана бір бегаға барып, бір костюм киіп алып, соны бір жерге отырып алады да, сөйлейді, сөйтіп ақылды көрінгісі келеді да, білейін. Енді солардан да естіп қалған шығарсыздар. Ана айдағаны бесік ішқырығым жер жар дегендермен. Ойбай, энергия, бір күшті андай терминдер жаттап алады өздері солар түсінемек екен, соның не екенін деймін адашы. Қарасаң қуып отырады білейін. Енді естіген шығарсыздар, чакра, энергия андай мындай деп. Енді қараңыздар. Байлық, отражение сексуальной гармонии. Вообще адам мақсаты не білесіздер ме? Адамның мақсаты мына өмірге келген кезде көбею, даму. Бірінші, мына жер бойынша, мына адам өмірге келгеннен кейін, мына жерде ғана тұрған кезде ол бала көбейеді. Жоғарғылар жабық. Мына жерде блоктар тұр. 7 чакраңда. Яғни бітіп қалғанда, бітті. Енді мына энергия жоғары көтерілмегені не істейді? Сол артқы жағымен шыға береді. Сондықтан ауылдағы бағанағы жағдайы жоқ, кедей адамдар. Қараңыздаршы, мен біреудің баласын Құдайдың берген еспес әңгімем жоқ. 7-ін туып саған, 8-ін туып саған. Дым жағдай жоқ. Құдай бағат дейді, туа береді. Анан күйеуі де мықты екен, білейін, көтерде беретін. Анау да мықты екен, өз дейсінде қарасаң бағанағы байғұс көнбеген нан жауып жүреді. Денсаулық жоқ, тістің бәрі түсіқпаған, позвоночник, восьмерка болып кеткен, бірақ сол өзі туа береді. Соған кесірва керек емес негізінде, өзі туа береді сол. Неге? Потому что энергия бітті, сол уровеньда ғана қалып қап тұр, энергия жоғары көтерілмейді. Екінші уровень. Мына іштің уровені пупок. Біз тіршілік сұяқ маламыз ғой. Бұл байлыққа жауап беретін бөлшек. Бұл уже бізге неге жауап беріп тұр? Бұл уже байлыққа жауап береді. Ары қарай, жүректің тұсы, қарым қатынасқа жауап береді. Ары қарай, ненің тұсы, кеңірдектің тұсы, сенімділікке жауап береді. Одан кейін мына жердегі тұсы санаға жауап береді. Одан кейінгі тұсы гипофизіміз духовностьқа жауап береді. Духовность. Сенбесең интернеттен қарап алсаңыздар болады. Енді, чтобы полный мынау өмірде чудо болу үшін, мына энергия полностью басқа шығу керек. Әйелдерде ол энергияның аты, гормонның аты эстроген. Жігіттерде оның аты не? Тестостерон. Бітті болды. Яғни тестостероны басқа шықпаған жігіт бала туғызудан басқа ештеңені қатыра алмайды. Поняли? Бірақ көтертуде мастер шығар енді білмедім. Поняли? Сондықтан, если біз мына интуициямызды қосқымыз келетін болса, ең бірінші керек нәрсе, ұлға да қызға да айтатыным табиғи болмысыңа орал. Енді прикол жағдай. Ұлдар да қалай жұмыс істейді, қыздар да қалай жұмыс істейді. Жігіттер де мынау басқа дейін шығады. Шыққан уақытта байды, қарым қатынасын реттейді, уже тестостерон жоғары көтерілгеннен кейін еркек адам уже бір құдайлық болмысқа ие болып бастайды. Құдайлық болмысқа дегенім әулиелік уровеньға өтеді, жоғарысы пайғамбарлық болмыс. Өзінше бір. Сондықтан да адамзат тарихында әйелден шыққан әулие жоқ, әйелден шыққан пайғамбар жоқ. Енді әйелдердегі эстроген ол бұлай кетіп қалмау үшін мына бас жабылу керек. Неге? Әйел орамал тағу керек. Басында орамалы бар әйелдің женский энергиясы ұшып кетпейді, күнім өзінде қалады. Мен хиджабқа жолап тұрғам жоқпын бұл жерде. Хорошо? Өзінде қалады. Ол қойып бір шляпа болсын, ол басқа болсын. Ол еще мен интернеттен тінтіп отырып, ана Құранды орысшаға аударған Парохованың жұмыстарынан зерттеп түсініп алғам ғой. Поняли? Вот солай уже жоғары көтерілген сайын, уже еркек адам бір әулиелік күшке ие болады да, и начинает уже мешіт салады, жол салады,
ғылыми еңбектер ашады, спонсор болады, больница салады, ананы салады, еліне көмектеседі, бүкіл елін, бүкіл адамзат баласын өзінің бір бауырмалдығын алып алады.